Біздің Қазақстан мемлекетіміздің ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың 19-ші қара сөзі. Адам ата-анадан туғанда есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы, жаманды таниды. Сондайды білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Әрбір естілік өзі жеке іске жарамайды. Сол естілердің естіп білген жақсы нәрселерді ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды. Сонда адам деуге болады. Мұндай сөзді естігенде шақақтап, шалықтанып, не салбырап, салғырттанып есітсе, не естіген жерде қайта қайырып сұрап, ұғайын деп тұшынбаса, не сол жерде сөздің расына көз жетсе де, шыға беріп қайта қалпына кетсе, естіп-естпей не керек? Осындай сөз танымайтұғын елге сөз айтқанша, өзіңді сөз танитұғын шошқаны баққан жақсы деп бір хакім айтқан екен. Ұлы ақын Абай Құнанбаевтың 15-ші қара сөзі. Әуел пенде адам болып жатылған соң, дүниеде ешбір нәрсені қызық көрмей жүре алмайды. Сол қызықты нәрсені іздеген кезі өмірінің ең қызықты уақыты болып ойында қалады. Сонда есті адам өмірінің орынды іске қызығып, құмарланып іздеді екен. Оған бұл өткен өмірдің өкініші жоқ болады екен. Есер кісі орын білмей не болса сол баянсыз, бағасыз нәрсеге қызығып, құмар болып, өмірінің қызықты, қымбатты шағын итқорлықпен өткізіп алады екен. Күнде өкініші де жоқ болады екен. Егер сен естілердің қатарына болғың келсе, күнде бір мәртебе болмаса, жұмасында бір ең болмаса, айында бір өзің есеп ал. Сол алдыңғы есеп алғаннан бергі өмірді қалай өткіздің екен? Келесі сөздік қоржыныма Абайдың 1-ші қара сөзін жаттаймын.